Ақ маржанымен бай, әсем сыр өңірі талай ақындардың көркем сөзді жырларын, әнші сазгерлердің әуезді әндерін дүниеге әкелген мекен. Кезінде қазақ елінің басын қосқан Астана, сырдағы бас қала Қызылорда жыл өткен сайын түрленіп көркейе түсуде. Бұл өңірдің топырағынан шыққан әрбір қазақ талантты, дарынды. Солардың бірі әнші Өмірқұл Айниязов. Мен 8 айлығынан бастап осы Арал өңірінде Шөміш деген кішкентай 40-50 үйі бар ауылда негізгі ес білгенге дейінгі уақытын мына бастауыш мектепті бітіргенге дейін осы кішкентай Шөміш деген ауылда өткен. Одан кейін бастауыш мектептен кейін біздің ауылда мектеп болмайды. Содан кейін мен өзімнің әке-шешем Қазалыда тұрады. Өтеген Айнаш деген кісілердің қолына өзім үйіме қайтып келген. Аралдың Шөміш ауылы мен Қазалының кең даласында өскен өнер иесі шаңырақ көтергенде келіншегін ата-әжесінің үйіне түсірген екен. Ауылымызды әлі ұмытқан жоқпыз. Мен жаңа айттым, Аралдың Шөміш деген ауылында мен соншалықты жақсы көретінім, мен өзім әке-шешемнің қолында өссем де, осы келіншек алған кезде мен сол ауылға түсіргенмін. Ата-әжемнің көзі болмаса да мен сол ауылға келіп түсіргенмін. Сол жақтың баласы ретінде, өзімді сол ауылдың баласы ретінде сезінемін. Асық ойнап озып, доп ойнап тозған Өмірқұл бала күнінде мал бағып, қой кезегіне шыққанын еске алып, балалық шағында көңілді сәттермен бөлісті. Кешкілім уақыт балаларына жиналып, шулап, сол ауылды бастарына көтеріп, сондай қызық, думанды ауыл болып көрінетін. Әрине мен қазір барсам мүлдем басқаша сияқты болып көрінеді. Бірақ біздің көз алдымызда сол кеш қарая басталғаннан бір ауылдың бір думаны басталатын сияқты болатын. Туған өлкені жырламайтын ақын, әніне арқау етпейтін әнші жоқ шығар. Кейіпкеріміз де кіндік қаны тамған жері туралы ақын ағасымен бірлесе жақсы туынды шығарыпты. Тіпті ол әнге бейнебаян түсіруді де жоспарлап қойыпты. Мен жақында ғана Сансызбай деген ағамыздың Бейбітор ауылына туған ел деген әнді жазып бітірдік. Мен әлі сахнада көп орындаған жоқпын. Сансызбай Құттыбайұлы ағамыз сол сөзді өзі Аралдан шыққан, оның ішінде сол сөзді дәл өзіміздің Аралға арнап жазды. Сондықтан мен үшін өте қымбат әндердің бірі. Мен бұйырса болашақта бейне баянда түсірсек деген ойымыз бар. Ауылдағы кісілердің де ұсыныстары бар, ауылды түсірсек деп. Енді ол болашақтың үстіндегі нәрсе. Біз оны білен жазылған қасиетті хаты келгендер, дананың сөзі дендері қайратқа жігер қосылып, іспенен жауап берген жерің қайыр.